Армысыздар, сіздермен бас бармақ арнасы. Таңертең ұйқыдан тұрғанда өзіңізді қалай сезінесіз? Сіз денеде немесе асқазанда ауырлықпен, көңіл күйіңіз, энергияңыз жоқ болып оянасыз ба? Сіз ұйықтар алдында дұрыс қалыпта жата алдыңыз ба? Қалай дұрыс ұйықтау керек? Бұл жайында алда көретін видеодан біле аласыз. Ұйқы бұл дененің сыртқы әлемге реакциясы барынша азайтылатын жағдайы. Сонымен қатар ұйқы жұмсалған күш пен энергияны қалпына келтіру үшін жүйке және иммундық жүйені нығайту, метаболизмді қалыпқа келтіру және көптеген аурулардың даму қаупін азайту үшін қажет. Ұйқының болмауы немесе артық ұйқы бұл зиянды. Ұйқының мәні неде? Толық ұйқы кәсіби және жеке өмірде сәттілікке ықпал етеді. Егер сіз сұхбат кезінде есінесеңіз немесе маңызды жоспарланған кездесуге ұйықтап қалсаңыз, бірінші кезекте ерте жатуым керек еді деген оймен өз-өзіңізді мазасыз күйге түсіресіз. Ең бастысы, ұйқы денсаулықтың кепілі. Ұйқы кезінде бірқатар маңызды гормондар шығарылады. Тіндердің регенерациясы жүреді. Физикалық күштер толықтырылады. Және де күні бойына сергек жүруіңізге, көңіл күйіңіздің қалыпты болуына ықпал жасайды. Адамның ұйқы құрылымы екі фазаны қамтиды: баяу ұйқы және тез ұйқы. Баяу ұйқы ол ұйықтағаннан кейін бірден пайда болады. 4 кезеңнен тұрады. Фазаның жалпы ұзақтығы шамамен 90 минутты құрайды. Тыныс тыныш, біркелкі, қысым төмендейді. Көздер алдымен баяу қозғалыстар жасайды. Содан кейін ми белсенді емес, денесі босаңсыған күйде болады. Бұл уақытта сіз физикалық күшіңізді қалпына келтіресіз. Тез ұйқы баяу ұйқыдан кейін және 10-20 минутқа созылады. Температура мен қысым жоғарылайды. Жүрек жиі соғады. Жабық қабақтардың астында көз жылдам қозғалыстар жасайды. Ми белсенді жұмыс жасайды. Сіз бұл ұйқы кезеңінде түс көресіз. Сонда біз ұйқыға келгеннен кейін бірден түс көрмей, тек ұйқының соңғы кезеңінде ғана оянуға жақын уақытта түс көруді бастаймыз. Ұйқы кезінде фазалар бір-бірімен ауысып отырады. Алдымен сіз баяу ұйқыға түсіп, оның барлық кезеңдерінен өтесіз. Бұл шамамен 90 минутты алады. Содан кейін тез ұйқы. Алғаш рет ол қысқа 5 минуттан аспайды. Бұл шеңбер ұйқы циклы деп аталады. Циклдар қайталанады. Бұл баяу ұйқының үлесін азайтады және жылдам ұйқының ұзақтығын 1 сағатқа дейін арттырады. Қандай қалыпта ұйықтау керек? Ғалымдар адам оң жақ бүйірімен жатса, адам ағзасына пайдалы болатынын анықтады. Нақтырақ айтқанда, адам оң бүйірімен жататын болса, оның миы күні бойы жинақталған улы заттардан тазарады. Яғни, осылай ұйықтағаннан адам миының улы заттардан тазару тиімділігі 10 есе артады. Сондай-ақ, глифматикалық жүйесі белсенді жұмыс істейтін болады. Америкалық ғалымдардың айтуынша, адам миының улы заттардан тазарту қарқыны оның қалай жатқанына байланысты. Ғалымдар тәжірибе жүргізіп, магниттік резонанстық томографияның көмегімен 3 қалыпта, атап айтқанда, шалқасынан, қырынан және етпетінен жатқанда адамның глифматикалық жүйесінде арқа миы сұйықтығының қалай айналатынын қадағалаған. Осынау тәжірибені жүргізгендердің бірі Елена Беневисте. Елена Беневисте зерттеу нәтижесі туралы былай деді: анализ көрсеткендей, бір қырынан жатқанда адам глифматикалық жүйедегі сұйық қан айналымы әлдеқайда жақсы көрсеткішке ие болды. Дәрігерлер де оң жақпен жатуға кеңес береді. Ол артериялық қан қысымын түсіріп, жүрек соғысының жиілігін төмендетеді. Бұл әсіресе жүрек аурулары бар адамдарға өте маңызды. Сол жақпен жатқанда жүрекке салмақ түседі, ал оң жақпен жатқанда адам жақсы ұйықтайды дейді кардиологтар. Сол жақпен жату жүректің қалыпты жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Себебі жүрек сол жаққа ығыса орналасқан. Оң жақпен жатқанда жүрек толық тыныштықта болады. Ұйқыңыздың сергек болуы да соның нәтижесінде.
Ал бұл тұжырымдаманы осыдан 1400 жыл бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам алдымен оң жақ қырымен қолын оң бетіне қойып ұйықтайтын болған. Одан кейін барып, біраз уақыттан кейін сол жаққа немесе шалқайып жату қалыбына ауысуға болады. Ұйқыға жатқанда ең алдымен оң жақ қырымен ұйықтау сүннет болып табылады. Адам ұйықтау кезінде тек бір қалыпта болмайды. Адам түнгі ұйқы кезінде 25-тен 30-ға дейін ұйықтау қалыбын өзгертеді. Егер ол ауру немесе стресстік күйде болса, онда оның қимыл қалыбы 100-ге дейін жетуі мүмкін. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, адам 10 немесе одан да көп қалыпта ұйықтайды. Бірақ көбісі бір-біріне ұқсайды. Самуэль Данкел барлық ұйықтау қалпын альфа және омега деп екіге бөледі. Бастапқы немесе альфа қалып бұл біздің ұйқыға жатқан кезіміздегі қалпымыз. Негізгі немесе омега қалып өзімізге ыңғайлы қалып, ұйықтап жатқанда ұйқыдан тұрған кезіміздегі қалпымыз. Доктор Самуэль 4 негізгі омега қалыптарды бөліп қарастырады. Шарана секілді жату, ет бетімен жату. Арнайы хадистерде жеткізілгендей, ет бетімен жату Алланың ашуын тудырады деп жеткізеді. Арқасымен немесе шалқайып жату. Ұйықтауға арналған ең дұрыс және пайдалы поза арқаңызда жатып ұйықтау. Ағза мүмкіндігінше босаңсиды. Омыртқа дұрыс физиологиялық позицияны алады. Еркін тыныс алудың арқасында ми жеткілікті мөлшерде оттегін алады. Жартылай шаранаға ұқсап ұйықтау. Пайғамбарымыздың сүннеті бойынша жату да осы қалыппен сәйкес келеді. Бұл қалыпта тізе аздап бүгіледі. Дене жылуды жақсы сақтайды. Сондай-ақ дене маңынан ауа еркін алмасады. Дененің ортасы әрі ең маңызды мүшесі жүрек жақсы қорғалады. Осы қалыпты таңдайтындар әдетте сенімді және салмақты болып келеді. Олардың психикасы да бір қалыпты. Жеткіліксіз ұйқы қандай салдарға келеді? Ұйқының болмауы денсаулыққа зиян келтіреді. Қант диабеті, семіздік, жүрек қан-тамыр аурулары қаупі артады. Сондай-ақ түнгі тынығудың болмауы жүйке жүйесіне кері әсер етеді. Оларға ойлау қызметі баяулау, зейін мен назар аударудың төмендеуі, стресстік және маңызды жағдайларда жылдам әрекет ету қабілетінің төмендеуі, жаңа ақпаратты қабылдау, оқу қабілеті төмендейді, есте сақтау процесі зардап шегеді, мінез өзгереді. Ұйқысыз адам ашуланшақ, кейде агрессивті болады. Дәрігерлердің мәліметі бойынша, егер адам жеткіліксіз ұйықтаса, тіпті дұрыс тамақтану және ақылға қонымды физикалық белсенділікті денсаулық сақтай алмайды. Ұйқысыздықтың себептерін уақытылы түсініп, оларды дереу жою керек. Бұларды білу маңызды. Күндізгі уақытта ұйықтап демалу түнгі ұйқының жетіспеушілігін өтей алмайды. Сусындар. Ұйықтар алдында қатты қызыл шай, кофе ішпеңіз. Құрамында кофеин бар сусындар тоникалық қасиеттерге ие. Ол ұйқысыздықты тудырады. Уақыт және гормондар. Оңай ұйықтап, жақсы демалу үшін сізге түнгі 10-нан 2-ге дейін ұйқыға жатуыңыз қажет болады. Түнгі 11-ге дейін ұйықтаған әлде қайда дұрысырақ, өйткені дәл осы уақытта ұйқы гормондары мелатонин ағзада шығарылады. Мелатонин өндірісі жарықтың әсеріне байланысты. Сондықтан күндіз денеде гормонның жетіспеушілігі байқалып, түнде бұл жеткілікті түрде болады. Көзге қатты жарық түскенде мелатонин өндірісі төмендейді және ми кортизол гормонын шығара бастайды. Оны сергектік гормон деп атайды. Түнгі демалысты реттеумен қатар мелатонин антиоксиданттық қасиетке ие және салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, ерте ұйықтаңыз. Синтетикалық ұйықтатуға арналған дәрілерді қабылдауға кеңес берілмейді. Себебі олар тәуелділікті тез тудырады. Дәріні бір апта қабылдағаннан кейін одан әрі сіз дәрісіз ұйықтай алмайтын боласыз.
табиғи өнімдерді қолданыңыз және жеткілікті ұйықтаңыз. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, комментарий қалдыра кетіңіз. Әрқашан деніңіз сау болсын және энергияға толы болыңыз.